Әр балам, кел мен саған ертек оқып берейін. Керқұлат Кендебайды оқыдың ба? Жоқ әже, өзіңіз маған оқып беріңізші. Ал ендеше тыңда балам. Ерте, ертеде, ешкі құйрығы келтеде, Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып күн көреді екен, әйелі ау тоқып жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндерде бір күні Қазанғаптың әйелі жүкті болып, айы күні жақындап, 9 ай 9 күн болғанда әйелі босаныпты. Торсық шеке әппақ ұл туыпты. Ата-анасы қуанып, төбелері көкке жетіпті. Баласына Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты, алысқан алып ұра беріпті. Күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандары жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан атып, Құралайдың көзінен тигізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты.